Қайырлы күн достар, сіздермен Баян. Бүгін біз өрік тосамынан осындай күшті пирог дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Пирогымызды дайындау үшін алдымен ұнымызды осылай електің көмегімен өткізіп аламыз. Ұнымыздың өткізіп болғаннан кейін үстіне сары майымызды қосамыз. Мен 82-де 5% сары майды қолдандым. Бөлме температурасында ол еріп тұруы қажет. Сары майымызды қосқаннан кейін қолымызбен осындай крошка жасап аламыз. Крошка дайын болғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды, 4 ас қасық қантымызды және 1 ас қасық қопсытқышымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Менде осындай қамыр шықты. Осы қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Бір-біріне бірігуі қажет. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін осындай бір шағын қылып, пищевой пленкамен орап, жарты сағат холодильникке қоямыз, кішкентай бөлігін. Үлкен бөлігін осылай ыдысқа жарты сағат демалдырып қойдым. Жарты сағат өткеннен кейін ұнның көмегімен осылай жайып алдым. Қамырымыз тым жұқа немесе қалың болып кетпеуі қажет. Орташа көлемде осылай етіп жайып аламыз. Жайып болған қамырымызды оқтауға орап, формамызға саламыз. Формамызға салғаннан кейін жан-жағында қамырларды осылай пышақтың көлемімен кесіп, барлық шетін бірдей қылып қоямыз. Мінекей барлық жерлері бірдей. Осылай вилканың көмегімен шетін сәндеп аламыз. Ішіне салмамызды құймас бұрын, ішінде осылай вилканың көмегімен әр жерінен тесіп өтеміз. Мен өрік тосабын қостым. Кез келген тосап қосуға болады. Осылай барлық жерлеріне жайып, әдемілеп жауып шығамыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Енді қалған жарты қамырымызды жайып, үстіне сәндейміз. Теркіден өткізіп салуға да болады. Мен осылай кесіп, жіңішке етіп кескен әдемі болып көрінеді. Осылай бүкіл жерін өсіп торлап, әдемілеп шықтым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Пирогтың дәмі өте күшті болып шықты. Дәл осы менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.